Жыл 1453. Тарихтағы ең аңызға айналған қалалардың бірі Константинополь соңғы рет дем алды. Бұл қала Рим империясының мұрагері, шығыс христиан әлемінің жүрегі, Византия империясының соңғы тірегі еді. Бірақ дәл сол жылы бұл ежелгі астана жаңа күштің алдында тізе бүкті. Жаңа күштің аты Осман империясы. Ал оның көшбасшысы небәрі 21 жастағы Мехмет II, кейін әлемге Фатих, жаулап алушы атымен танылды. Бірақ оқиға бұлай басталған жоқ. Константинополь бірнеше ғасырлар бойы шапқыншыларға қарсы тұрып келді. 1204 жылы крест жорықшылары қаланы тонап, шіркеулерін өртегенімен кейін қайта қалпына келді. Тіпті 8 ғасырда өрлеген Шыңғыс хан мен 14 ғасырдың басында өмір сүрген Әмір Темір де бұл қаланы басып ала алмады. Бірақ 15 ғасырда бәрі өзгерді. Осман империясы күшейіп, Византия әлсіреп жатты. Константинополь айнала түгел Осман жерімен қоршалған, оқшау қалған қала болды. Мехмет II таққа отырған соң, ең алғашқы арманы осы қаланы жаулап алу болды. Ол әкесі бастаған істі аяқтауға серт берді. Константинопольдің қорғаны берік болатын. Қаланы биік дуалдар, қалың қабырғалар қоршап тұрды. Батысында Феодосий қорғаны 3 қабатты дуал. Теңізден Босфор бұғазы мен Қарғаныс мәрмәр теңізі. Ал алтын тізбекпен қорғалған Халид шығанағына ешбір кеме өте алмады. Бірақ Мехмет дайындықты мықтап бастады. Ол Румели-Хисар бекінісін салдырды. Бұл Босфорды бақылауға мүмкіндік берді. Сонымен қатар ол ұлы зеңбіректер жасатты. Венгриялық шебер Орбан жасаған ұлы зеңбірек 8 метрлік алып қару Византия қабырғаларын тесіп өтуге арналды. 1453 жылдың 6 сәуірінде Осман әскері қаланы қоршауға алды. Бұл 53 күнге созылған шайқастың басталуы еді. Қаланы шамамен 7000-дай христиан жауынгері қорғады. Олардың қатарында император Константин XI мен генуэзиялық командир Джованни Джустиниани болды. Ал Осман әскері 80 мен 100 мың аралығында. Оның ішінде атты әскер, жаяу әскер, янычарлар және теңіз флоты бар. Бір күні Осман кемелері алтын тізбектен өте алмады. Бірақ Мехмет айла жасады, кемелерді құрлықпен сүйретіп, Халид шығанағына түсірді. Бұл әлем тарихындағы ең ақылға сыймайтын әскери тактикалардың бірі болды. Қала күн сайын зеңбірекпен атқыланды. Қорған қабырғалары үгітіле бастады. Бірақ византиялықтар жан аямай күресті. Олар қабырғаларды қайта жөндеп, қарсы шабуылдарға шықты. Бірақ уақыт Осман пайдасына жұмыс істеді. Джустиниани жарақат алды. Қалада үміт азая түсті. Халық мешіттер мен шіркеулерге жиналып, дұға ете бастады. Ақыры 1453 жылдың 29 мамыры таңы атты. Мехмет шешуші шабуылға бұйрық берді. Мыңдаған сарбаз батыс қақпасына қарай ұмтылды. Қиян-кескі шайқас болды. Қан төгілді. Осман әскерінің бірнеше толқыны қайтарылды. Бірақ 4-ші шабуылда қақпа бұзылды. Қала ішіне жол ашылды. Император Константин 11-ші шайқаста қаза тапты. Константинополь 1100 жылдық империяның жүрегі құлады. Түске дейін Осман туы қаланың үстіне ілінді. Мехмет қалаға кіріп, Айя София шіркеуін мешітке айналдырды. Ол тұрғындарға тыныштық беріп, тонауға тыйым салды. Осылайша Мехмет Фатих сұлтан атанды. Константинополь Стамбул деп аталды. Ол Осман империясының жаңа астанасына айналды. Бұл тек бір қаланың жаулап алынуы емес. Бұл орта ғасырлардың баспен 15 ғасырлар аяқталып, жаңа заманның 15 ғасырдан кейінгі басталуы еді. Константинопольдің күйреуі батыс пен шығыстың, христиан әлемі мен мұсылман әлемінің арасындағы тарихи бетбұрыс болды. Жаңа әлем картасы осы күннен бастап өзгерді.